Сәлеметсіздер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі. Бөлім атауы атақты тұлғалар. Сабақтың тақырыбы Бауыржан Батыр. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсіну, сөйлеу барысында жаңа сөздерді қолдану, сөйлемдерді дұрыс құрау. Жаңа сөздер: батыр, ұлы отан соғысы, жазушы, палуан. Батыр, герой. Ұлы отан соғысы, Великая Отечественная война. Жазушы, писатель. Палуан, борец. Қазақ тіліне тән дыбыстардың айтылуын дұрыс айтып үйренеміз. Батыр, ұлы отан соғысы, жазушы, палуан. Балалар, біздің сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерге анықтама, түсініктеме беріп өтейін. Жазушы дегеніміз кім? Жазушы көркем шығарма жазатын адам. Батыр дегеніміз кім? Батыр елін, жерін жаудан қорғайтын ержүрек адам. Палуан күрес өнерінің алып күш иесі, немесе спорттың бір түрі күреспен айналысатын адам. Алдарыңызда берілген дұрыс айт айдары бойынша сөздердің жазылуы мен айтылуын есте сақтаңыздар. Палуан, балуан, жазушы, жазушы, шығарма, шығарма, произведение. Сөздердің жазылуы мен айтылуын есте сақтаңыздар. Ал балалар, бүгінгі сабақта Бауыржан Момышұлы кім деген сұрақтың жауабын анықтайтын боламыз. Тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Бауыржан Момышұлы батыр, әскери қолбасшы, палуан, жазушы. Ол ұлы отан соғысына қатысқан жауынгер. Бауыржан Момышұлы көптеген өлеңдер, кітаптар жазған. Бала кезінде палуан болған. Оқулықтың 54-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға көңіл аударыңыздар. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Бауыржан Момышұлы кім? Ол қандай соғысқа қатысқан? Бауыржан Момышұлы жазушы ма? Осы сұрақтардың жауабын мәтін бойынша анықтап табыңыздар. Оны орындап болсаңыздар, өздеріңізді дұрыс жауабымен тексеріңіздер. Бауыржан Момышұлы батыр, жазушы, палуан, әскери қолбасшы. Бауыржан Момышұлы ұлы отан соғысына қатысқан жауынгер. Иә, Бауыржан Момышұлы жазушы. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенемін. 55-ші беттегі екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтінді оқыңыз. Және қазақтан шыққан тағы қандай батырларды білесің сұрағына жауап беріп өтеміз. Біз Бауыржан Момышұлын батыр ретінде танимыз. Ол көптеген өлең кітаптарда жазған. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде жазушыға, ана тілін ардақта, досыма деген өлеңдер шығарған. Ол Мәскеу үшін шайқас, Куба әсерлері атты кітаптардың да авторы. Және балалар, Мәлік Ғабдуллин ұлы отан соғысына қатысқан. Біздің жерлесіміз Көкшетау облысында дүниеге келген батыр, ғалым, жазушы, педагог. Және біздің Көкшетау қаласының орталығында Мәлік Ғабдуллин атындағы музей бар. Екінші суреттегі Рахымжан Қошқарбаев. Сіз білесіз бе, Рахымжан Қошқарбаев кім? Рахымжан Қошқарбаев Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ батыры. Рахымжан Қошқарбаев халық қаһарманы. Келесі тапсырма мәтін бойынша Бауыржан Момышұлының кітаптары мен өлеңдерін топтастырып жазыңыз. Өздеріңізді тексеріңіздер.
Бауыржан Момышұлының өлеңдері жазушыға, досыма, ана тілін ардақта, ал Бауыржан Момышұлының кітаптары Мәскеу үшін шайқас, Куба әсерлері. Жарайсыздар балалар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Төмендегі сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құрап айтыңыздар. Батыр, палуан, жазушы, бауыржан, қатысу, қазақ, өнер, көше сөздерін қолданып, сөйлемдер құрастырыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, ықтимал жауаптарымен салыстырып көріңіздер. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысына қатысқан. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысының батыры. Алматы қаласында Бауыржан Момышұлының атында көше бар. Бауыржан Момышұлы күрес өнерінің палуаны. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қойыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Балуан, батыр, өлең, кітап, жазушы, шығарма, өнер. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс деп сенемін. Ал балалар, бүгінгі сабақта біз Бауыржан Момышұлы кім деген сұрақтың жауаптарын анықтадық. Өздеріңіз білгендей, Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысына қатысқан әскери қолбасшы, батыр, ержүрек, жазушы және палуан кісі болған екен. Және Бауыржан атамыз майданда өлеңдер және кітаптар жазған жазушы екендігін біліп өттік. Ал балалар, үйге тапсырма. Біздің жерлесіміз Мәлік Ғабдуллиннің мұражайында қандай көне заттар сақталғанын туралы мәлімет жинап келіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.